Жұмыста не алыс жолдан шаршап келгенде, өз үйім өлең төсегім деп үйге асығамыз. Бөлменің ішкі интерьері көңіл күйіңізге, психологияңызға әсер тигізбей қоймайды дейді психологтар. Өз үйінде өзін жайсыз сезінген адам ертесіне де көңіл күйі болмай шығады. Үйдің түсінің, жарықтың, жиһаздардың, тіпті үйдегі гүлдердің де сіздің көңіл күйіңізге әсері мол. Сондықтан баспанаңызды жөндегенде немесе жаңа жиһаз алғанда мамандардың кеңесіне жүгінгеніңіз артық болмайды. Енді құрметті көрермен, үй интерьерінің ажырамас бөлігі саналатын аспалы шамның пайдасымен және оны қалай таңдау қажет екені жайлы әріптесіміз Аида Өмірзаққызы айтып берет, назар аударайық. Үйіңіздің көркін ашатын мына аспалы шамдардың бүгінде сан түрі бар. Талғамыңыз бен қалтаңыздың қалыңдығына қарай қалағаныңызды шертіп жүріп таңдай аласыз. Алайда осы аспалы шамдар қашан пайда болды? Қазақ қоғамы қай кезден бастап қолдана бастады? Алдымен тарихтан сыр шертейік. Алғашқы шамдар осыдан 70 мың жылдай бұрын ежелгі Египетте пайда болды. Бір қызығы, алғашында бұл құрал түнді қараңғыда өткізгісі келмейтін жандарға арналды. Кейіннен адамзаттың дамуымен бірге түрлі түсті тастан, бағалы шыныдан жасалған аспалы шамдар жасала бастады. Әсіресе 16 ғасырда Византияда аспа шамдарды қолданушылардың саны артқан. Ал осы ерекше бұйым қазақ қоғамына қашан келді? Енді бұны бірақ енді нағыз қазіргі мәніндегі люстра бұл енді кеңес дәуірінде тұрады ғой. Енді үлкен қалаларда әрине 30-шы жылдарда пайда болды. Одан кейін енді ауыл-ауыл жер-жерге электрдің тартылуы 60-шы жылдардың соңы мен 70-шы жылдардың басында ғой. Одан кейін барып қазақ сол электр жарығын пайдаланғаннан кейін сол 70-шы жылдардың соңында ғана осы советтік үлгідегі, кеңестік үлгідегі жаңа люстралар кең тарай бастады. Бүгінде көздің жауын алатын жарқыраған аспалы шамдардың түрі өте көп. Алайда оларды дұрыс таңдай білу қажет. Өйткені бөлмедегі жарық тым көп немесе тым аз болмауы керек. Сондықтан аспа шамдарды таңдар кезде ең алдымен бөлменің көлемін есептеп алған дұрыс. Содан соң энергия үнемдеуші жарық шамдар әлде қайда қолайлы дейді мамандар. Аспалы шамды таңдағанда бөлменің биіктігі, көлемі ескеріледі. Аспалы шамдардың түрлері көп. Мысалы, қазіргі заманға сай лофт стилі, неоклассика стилі, модерн, хай-тек стильдері бар. Бірақ классикалық стиль ешқашан сұранысын жоғалтпайды. Егер таңдауыңыз тізбектелген немесе ұзартылған аспа шамдарға түссе, бөлменің төбесіне дейінгі аралық биік болуы қажет. Ал төбеге жабысып тұратын шамдармен ықшамдалған шағын жарық шамдар алғыңыз келсе, төбесі қысқа бөлмеге ілгеніңіз жөн. Жатын бөлмеге аспалы шам таңдағанда біз абажуры бар аспалы шам таңдауға кеңес береміз. Өйткені ол көзге жарық қатты шағылыспайды, көзге зиянын келтірмейді. Бұрын көпшілік ұзақ уақытқа шыдайтын галогенді шамдарды таңдаса, қазіргі таңда электр қуатын үнемдейтін түрлі шамдар пайда болды. Яғни әр бөлмеге қажетті электр қуаттылығын біліп жүргеніңіз дұрыс. Мәселен, жуынатын бөлмеге 80-100 ваттық, ал ас үйдің көлеміне қарай 120-150, қонақ бөлмеге 150-300 ваттқа дейінгі аспалы шамдарды сатып алғаныңыз жөн. Аида Өмірзаққызы, Айтуған Бағланов, арнайы қайырлы таң үшін.